Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Балқыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода мынадай әдемі дастарханның сәнін келтіретін өте дәмді капкейк дайындайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен сары май мен қантты бірге жақсылап миксерлеп аламыз. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында еріген, жұмсақ болуы керек. Сосын жұмыртқаны жарып саламыз, үстіне сүт қосамыз. Жұмыртқа қосқан соң көп ұзақ миксерлемейміз, 1 минуттай ғана миксерлеп аламыз. Кішкене ванилин қосамыз, ол біздің капкейкіміздің иісін арттырады және ерекше дәм береді. 1 шай қасық разрыхителді ұнымызға араластырып аламыз. Сосын ұнымызды 2 бөліп салып, миксерлеп аламыз. Мінекей біздің қамырымыздың консистенциясы осындай болып шығады. Қатты қою емес, сұйық емес, бір қалыпты болуы керек. Мен мынадай капкейктерге арналған одноразовый ыдыстарды қолдандым. Енді осы ыдыстарымызға тестамызды толтырмай жарты-жартыдан салып шығамыз. Менде тура 10 штук капкейк шықты. Егер көп адамға дайындайтын болсаңыз, осы рецептіні 2 есе қылып жасасаңыз болады. 180-200 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минутқа қойып пісіреміз. Мінекей қызартып, әдемі қылып пісіріп алдық. Енді салқындау жерге қойып суытып аламыз. Енді капкейкіміздің кремін дайындаймыз. Бірінші салқын сливкемізді миксерлеп аламыз. Сосын үстіне творожный сырымызды салып, тағы да миксерлейміз. Сосын қант ұнтағын қосамыз. Креміміз дайын болды. Осындай қою өз формасын ұстап тұратын болып шығады. Креміміздің барлығын кондитерский мешокқа салып аламыз. Енді видеода көріп отырғандарыңыздай кремімізді әдемі етіп бетіне сығып шығамыз.
Капкейктеріміздің бетіне түрлі жемістермен, шоколадтармен әсемдеп қойсаңыздар, әдемі, тартымды болып шығады. Болмаса менікі секілді классикалық түрде қалдырсаңыздар да әдемі болып тұрады. Біздің капкейктеріміз дайын, дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Отбасыңызға да, қонақтарыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Қонақ шақырғанға қойсаңыздар, дастархандарыңызды ашып, сәнін келтірер сөзсіз. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Балқыз.